техникалық ақаулар болып тұрады. Бірімізді жіберіп алғымыз келмей, эфирге қайтадан шығып жатырған жағдайымыз бар. Біздің әлі де уақытымыз бар. Сондықтан сіздермен бірге болғанымызға қуаныштымыз, сіздерді көргенімізге. Қанат аға, Айткүл апай, сіздерге бірінші сұрағымыз бар еді, мына жақта қойғымыз келіп отырған. Сіздерді осы өнерде жүргендеріңізге, сахнада бірге қол ұстасып жүргендеріңізге қанша жыл болды? Бізге қызық болып отыр осы сұрақ. Биыл біздің Айткүл екеумізге өнерде де, өмірде де жүргенімізге, бірге жүргенімізге 45 жыл болды. Біз негізінде одан аздау шығар деп ойлап едік, сөйтсек одан көп екен. Сіздердің осы сахнада жүргендеріңіз, қол ұстасып ән салып жүргендеріңіз бүкіл қазақ еліне, оның ішінде осы үлкен сахнада жүрген әншілерге үлгісіздер, бәрімізге үлгісіздер, сіздерге қарап біз үлгі аламыз. Сіздердің жүріс-тұрыстарыңыз, сахнадағы ән салған кездегі сахнада тұрыстарыңыз, ән салу манерлеріңіз бәрі бізге үлгі, әлі күнге дейін біз үлгі тұтамыз. Енді сіздердің балаларыңыз, Ерболат пенен Салтанатты білеміз, оларға да өнер дарыған, осы өнердің қайнаған ортасында жүргендерін. Енді немерелеріңізден бар ма осы өнерге бет алып, өнерде жүрген, сіздерге ұқсап, еліктеп жүрген? Енді бар, немерелерімізден мынау Күләш Байсейітов атындағы арнайы музыка мектебінде оқып жатқан бір немереміз бар. Оның кейін мына суретпен айналысып жүрген бір немереміз бар. Бұзық бір немереміз бар. Енді үлкен немереміз енді Құдай қаласа мынау дәрігерлік университетті бітірейін деп жатыр. Одан басқа Ерболат пен Салтанаттан үлкен екі баламыз бар. Екеуі де өнерлі. Алматы облыстық Сүйінбай атындағы филармониясында жұмыс істеп жатыр. Мұқан Төлебаев атындағы халық аспаптар оркестрында болса, мен үлкен ұл. Оның кейін Айболымызды жақсы білесіздер. Сазген ансамблінде, одан кейін жаңағы Тиграхауыт деген этно-рок группасында аспапшы, өзі жаңағы өңдейтін аранжировщик, 2-3 кітап авторы Айболымыз. Бәрі өнерде. Енді немерелерімізде Құдай қаласа келе жатыр ғой, шет жағасы шығып. Енді арғартай тағы да көреміз. Тағы да бір кішкентай немереміз бар. Ол биыл 1-ші мектепке барды. Айткүл екеуміздің ендігі негізгі бастығымыз сол. Енді бір жаңағы кербез 1-ші жасқа барды. Одан кейін бір немереміз бар. Азамат деген киноға түсіп жатыр. Иә, киноға түсіп жатыр, Құдай қаласа. Енді сол бала киномыз болмаған екен, енді актер бола ма, бір алла біледі. Немерелеріміздің бәрін Алла тіл көзден сақтасын, аман болсын. Сіздер сияқты өнердің биік шыңына шығуына тілекшіміз. Қызықтарын көріп жүре беріңіздер. Қанат аға, Айткүл апай, саламатсыздар ма? Сіздер Ақтөбе қаласында облыстық халық шығармашылығы орталығында үлкен киелі шаңырақ бар. Осы жерде әдеп деген топ бар. Осы әдеп өздеріңіз білесіздер, Құралайды. Иә, өте қуаныштымыз. Бағанада айттық қой, Құралаймен 2 апта бірге жүрдік, өнеріне тәнті болдық. Ақтөбе облысын түгел араладық. Үлкен қошеметке, құрметке ие болдық. Енді Құдай қаласа, мынау карантин бәрі бітіп жатса, тағы да біздің құйысқанымыз көтеріліп тұр. Тағы да аралаймыз ба осы Қазақстан бойынша 45 жылдық осы мерекелік концертімізді деп жатырмыз. Енді бір ауыз ән болсын, ескі әуеннен біреуін қоя берейік енді, ескі әуеннен. Енді біздің ән салып жүргенімізге 45 жыл болды ғой бірігіп. Соның ішінде бір танымал әніміз кейін бізді көп айтпай кетіппіз, соны орындап берейік. Мынау Алтынбек Қоразбаевтың көзіңнен айналайын деген әнін тыңдаңыздар.
Рахмет, өте Бәрекелді, бәрекелді, қандай тамаша. Сіздердің әндеріңізді тыңдап ешқашан. Ну, енді бұл әнді талай болды айтпағанымызға, ақтөбеліктерге бір құлақтарында бар ма екен тыңдасын деп айтып жатқанымыз ғой. Осындай ән сияқты бір-бірлеріңізге үнемі ғашық болып жүріңіздер. Мынау бұрын алғаш айтқан әндеріміз айтқанда жастық шағымыз елестеп отырады ғой. Жалпы бұл ән менен өміріңді өрсең өте бір әдемі екен. Негізі қай уақытта болмаса да, қиыншылықта да, қуанышта да, қайғыда да осы бізге ән мен өлең әр уақытта біздің жолдасымыз домбыра қосылып. Біздің досымыз болды, әр уақытта әке шешеміз болды. Қанат екеумізге өте көп бізге жаңағы рух беріп, қуат беріп тұратын осы ән мен өлең деп айтсақ қателеспесек. Тағы да бір кішкене сіздерге сұрақтарымыз бар. Мынау енді өнер адам болғаннан кейін бар нәрсе еңбекпен келеді, осы еңбектің арқасында келеді. Осы күніге сіздер қанша уақыт әнге дайындаласыздар? Енді бұрында жастау кезімізде үнемі гастроль сапарда болдық. Мысалы енді алғаш Айткүл екеуміз облыстық филармониясында гәкку ансамблінен бастадық. Сол гәкку ансамблімен кейде 4 ай, 5 ай, 6 айға дейін кететін кездеріміз болды. Ол кезде күнделікті жаңағы дайындық, күнделікті концерт. Оның кейін Гүлдер ансамблінде жүргенде мынау шетелдерді көп аралады. Енді мынау 6 материктің 4-еуіне табанымыз дейді. 4 мұхиттың 3-еуіне шомылдық, әлемнің түкпір-түкпірін аралады. Онда да қолымыз жаңа дайындықтан басқа тимеді. Онда бала шаға, мысалы балаларды әке шешемізге қалдырды. Ал енді осы Қазақстан бойынша жүрген кезде қанжығамызда өсті, мысалы бірге жүрді. Енді қазір мына дайындық жасау, бірақ енді бұрыннан қалыптасып, бәрі жаңағы сіңіп қалды ғой. Мысалы, анда-санда дайындаламыз, көбінесе немерелермен де айналысып кетеміз. Басқа да шаруалар бар, ағайын туыстардың қызықшылығы, той-томылағы бар деген сияқты. Сондай кезде әйтпесе бізде дайындық. Мысалы, қазір Айткүл екеумізде сіздермен сұхбаттасып отырып, бірақ өткен әндерімізді, репертуарымызды еске түсіріп, сөйтіп отырмыз. Әйтпесе жаңа көзіңнен айналайынды біз айтпағанымызға бір талай уақыт болып кетті, бір көптеген жылдар болып кетті. Сол сияқты мына сағыныш саздары, содан кейін Әсет Бейсеуовтің әндері, содан кейін жаңағы біз мына Мұратхан Егінбаевтың бағанадан бері қосыла алмадық. Сіздерге қосылардың алдында 2-3 әнді айтып тастадық біз.
мына жақта екінші телефон прямой эфирге шығып жатыр. Өйткені мына елді қарап отырғанша көрсін деп жатырмыз ғой. Сондықтан жаңа құмған алған көптеген әндеріміз кетті, айтылды. Енді қайсысын айтайын? Қазір енді Құралай жаңағы қаншалықты дайындаласыз деп айтып жатсыз ғой. Бұл жерде өнер дегеннің таусылмайтын кең ғой. Сондықтан жалпы мен жастарға да айтарым, біз жас кезімізде өнерді бір минут, бір секундқа қалдырған емеспіз. Әр уақытта отбасымызбен бірге жүріп, үнемі дайындық үстінде болдық. Орысша айтқанда фундамент дейді ғой, қалпы дейді. Біз қалпымызды әбден орналастырдық. Ал енді мынау пенсияға шыққан жас шағымызда енді соларды шетінен бір-бірден дайындап қойып, қайталап шығарып жатырмыз. Әйтпесе репертуар көп қой. Репертуар жетеді, Аллаға шүкір. Сондықтан енді мен айтам, үнемі іздену үстінде жүрсең, адам өзінің формасынан дейді ғой. Форма, қазақшасы жоқ енді, формасынан қалыбы. Өзінің қалыбы қалмайды екен. Мен барлықтарыңызға тілейтінім сол. Үнемі домбыраны да, әнді де бір минут тастауға да болмайды, қалдыруға да болмайды, адасуға да болмайды. Ән шашу сұраймыз сіздерден. Ән сұрау. Құралайдан ән сұрайық. Құралайдан ән сұрамаймын. Кино саласы. Кино саласы енді мен өзі негізі бұрыннан арманым актерлық болған. Актер болған. Тұрғанбыз негізі аға біз сіздерден. Осы кейінгі кино саласында көрініп жүрсіздер, ол қалай болды? Кімнің көзіне түстіңіздер осы қырларыңыздан? Қай режиссердің көзіне түстіңіздер? Бұл жерде көзге түсіп керек жоқ. Мен өзім енді арманым актер болу болады. Мына Васпро деген продюсерлік орталық бар. Сонда Ақылбек деген жігіт бар. Негізгі продюсер. Бұның кейін басқа режиссерлар бар. Мына Жұлдызбаевтар отбасы деген сценарий жазған екен. Жұлдызбаев өңкей жұлдыздардан құралған жаңағы фильм болу керек деді. Сонда Бүркітпен Айша жаңағы, Жанболат пен Жазира, Аша мен Арман, осыларға енді бұлай желі құрған. Соның кейін бұлардың әке шешесі кім болады дегенде ешқандай сөзге келмейді. Осылардың жұп әншілердің басын басқан осы екеуі болатын. Енді екеуінің басқа кім болушы еді деп бізді сол шақырды сөз. Енді сол жұлдыздардың әкесі болып, енді фамилиямның өзі Жұлдызбаев болып тұр ғой енді. Жұлдызбаев Жұман, зейнетке шыққан әскери полковник, соның рөлін сомдап шықты. Негізінде айттым ғой, мен өзім арманым басында актер болу. Сол орындалған сияқты. Қанат енді актерлыққа бейім негізі. Өзінің арманы да бұрын оқуға түспей тұрған кезде де ауылдық театрларда рөлдер ойнаған, жақсы рөлдерді сомдаған, жаңа Ғалия Қайдауылқызы, Алмахан Кенжебекова деген актрисамыз, жаңағы академик апамыз бар. Солардан үлгі алып өскен ғой енді. Мен өзім бір спектакль қойғам. Бұл енді 74 жылы қайтқан кек деген екі бөлімді пьесаны сомдап 11 адам ойнайды рөлін. Соны мына Жеңістің неше жылдығы соған арнап республикалық жаңағы профтех образование дейді, соның байқауын алып келіп республикада бірінші орын алып кеткен. Сонда мен өзім басты рөлді ойнағам жаңа. Сонда сол кезден арман еді ғой енді. Соны орындап, бірақ күйші болдық. Ән айтып келіп едім, күйші болып кеттім. Соныңға күй тартып жүредім, Айтгүл мені әнші қылды. Одан кейін болдым. Қазақ радиосынан Райымбек Дастан бір ай бойы жырладым. Оның кейін енді актер болдық. Енді арғартай тағы да менен не жасайтынын Айтгүл өзі біледі енді. Аз дейді ғой аға. Ал өзіңнен бір құралай.
отырабыз енді. Ал онда ән қолдап жіберейік. Иә. Бір әдебиет өзінің бір жараған аты. Ал енді сіздердің сұрауларыңыз бойынша Қуанышгүл екеуміз сіздерге қосылып екі дауыста халық әні Беу айдай деген әнді орындап берейік. Ой, бәрекелді. Ой, бәрекелді. Бәрекелді, тамаша. Мен журналист екен десем, әнші екенсің ғой? Біз сіздерді күнделікті тыңдаймыз десек артық болмайды. Күнде сіздердің нелеріңізді, репертуарларыңызды жақсы тыңдаймыз, солардың ішінен таңдаймыз. Біздің репертуарымызда сіздер орындаған Агугай домбыра, Кермайдай, көптеген әндеріңіздер бар бізде. Орындап жүрміз қазір. О, бәрекелді. Жақсы. Енді біз... Енді сіздерден ән сұраймыз. Қадыр Мырзалиев ағамыздың бір әні бар. Өлеңі. Қадыр Мырзалиев әнін жазған өзімнің досым, әріптесім Донеділ Қажым. Соны орындап берейік.
Arsızlık bitinde Yeniden adı tebikinde Seni canım gibi yalnız bırakırdım Yeni veren atacağım sevgilde Seni canım gibi yalnız bırakırdım Yeni veren atacağım sevgilde Oyda yolda şeklimizde aslında Yerazda mıyımızdı aşında Ayağızlı kurgistey bok gerisi İnşallah gerisi aslında Ayağızlı kurgistey bok gerisi İnşallah gerisi aslında Kırpeginde üstü sozlu kamşağı Hata buldum, uşak oldum kamşağı Kamşağın gözlerine bir su olsa Gelir böyle ıslık koldan sunşağı Kamşağın gözlerine bir su olsa Gelir böyle ıslık koldan sunşağı Gelir böyle ıslık koldan sunşağı Endi Ender бар ғой шетінен ақырын еске түсіріп айтып жатырмыз. Мысалы бұл әнді де біраз болды айтпағанымызға. Енді қазір еске түсіп жатыр. Өздеріңді көріп, мына сұхбат барысында кішкене шабыт алып отыр. Әйтпесе мен қазір Айткүлге ананды айтамыз дегенде кейде екеуміз тосылып қаламыз, бір-бірімізге қарасақ, сөзі есімізге түсіп ары қарай нетеміз. Мысалы, Алтынбек Қоразбаевтың бір әні бар. Еске түсіріп айтуға болады. Енді басқа енді тағы қандай? Біз енді бір әнді тағы да еске салайық. Ел білетін. Оғышын бір ән айтып жіберіңіздерсіздер. Өздеріңді бір ән айтып жіберіңдер, бізде бір. Ел білетін Ақ кимешек бар еді ғой, Ақ кимешекті орындап беріңіздерші. Ақ кимешек? Давай, қазір онда. Сен сонда тұра берсің. Мен түсірдім. Жолаушы. Иә. Кидар кереміз.
жасын биігін, сәлем беріп сәлемге, бисмилля деп биігін. Бәрекелді, рахмет. Апай, сіздерге мен тағы бір сұрақ қояйын деп едім, Айбек десеңіздер. Мынау, өздеріңіз енді дуэт болып жүргеннен кейін жаңа бізді көріп жатырсыздар. Осындай үлкен сахнада көріп жүрген, осындай өздеріңіз секілді дуэтпен айтып жүрген әншілер бар ма? Көңілдеріңізге ұнайтын, атап айтатын. Мына бізден мен өзім ойлаймын, арнайы осыдан бір 20 жылдың ар жағында арнайы келіп, батамызды алып, әнімізді үйреніп, шәкіртіңіз болайық деп, Қанипа мен Аманқос бастаған. Әндерімізді айтып, ол жерде жаңағы Қанипа күйші негізінде, Аманқос термеші, жыршы, бірақ екеуі қосылып айтқан кезде, мысалы, Айткүл екеуміз Қанипа мен орнында айтатында, Аманқос Айткүлдің орнында айтатын. Тек қана айырмашылық сол, бірақ біздің репертуардың бәрін солай айтты. Одан кейін Қостанайда бір дуэт болды. Одан кейін міне Айткүлдің сіңілісі Бажам екеуі, сонау Германияға дейін бар Бәгугай домбыраны екеуміз сияқты. Бекен Бақыткүл деген Бажам мен Балдызым сөйтті. Содан кейін мына Қытайда бізден бір көп болса бір 3-4 жас қана кіші болу керек. Тура Айткүл екеуміз сияқты түрлерді біледі, бірдей киімдерін дайынтпай, бүкіл репертуарымызды айтып жүрген бір жұбай әншілер бар еді. Осы Қазақстанға іздеп келіп, біз жүздесе алмадық, арнайы кездесе алмадық. Бірақ тура Айткүл екеуміз болып ән айтатын сондай. Талдықорғанда да бар. Енді әр жерде бар, бізге еліктеп ән айтатындар, біздің репертуарымыздан. Ал енді негізінде енді жұп болып Айткүл екеуміз сонау 77-78 алғаш дуэт болып шыққан кезде. Оған кейін Айткүл жеке әнші термеші болды, соның кейін дуэтті жаңағы екеуміз қосылып дуэтті алғаш шығардық. Содан кейін барып шыққан алғашқымыз жұбай болып дуэт болып шыққан. Одан кейін шыққандар бар қазір эстрада несінде. Мысалы, Тоқтармен Бейбіт, домбырамен басында айтып жүрді. Қыдырәлімен Қарақат, енді Жанболат пен Жазира, ол жұбай әншілер ғой еді біздің. Құралай мен Мирас. Ботыр, бірақ енді домбырамен жүргендер, ол бөлек. Мына эстрадамен бізге еліктеп айтатындар, ол да бөлек. Енді бар, құдайға шүкір шәкірттер. Бәрі айтады ғой еді біздің.